Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu алейкум, қадірмен жамағат. Пенденің жаратушысын танып, ақиқатты мойындап, тура жолға түсуі Алла Тағаланың берген үлкен нығметтерінің бірі. Алайда адам баласының табиғатында әлсіреу, өзгеру сияқты сипаттар бар. Осы себепті кейбір адамдар өзінің ұстанып жүрген ұстанымдарынан ауытқып, жасап жүрген құлшылықтарына әлсіздік танытып, тастап кетіп жататындары болады. Бұлай істеу ұзақ уақыт үлкен бір үйді тұрғызып, сол үйді тұрғызғаннан кейін бұзып тастаумен тең амал екен. Міне бұлай істеу ақылға сыйымсыз көрінген болса, жақсылық амалдардан кейін күнә амалдарға ауысып кетуде осыған ұқсас іс. Сондықтан осы орайда адам баласына қажетті болған сипаттардың бірі ол дінге беріктік, яғни дінге берік болу. Әбу Әмір Суфиян ибн Абдулла, Алла оған разы болсын, былай деп айтады: бірде мен Алла елшісінен: «Я Расулалла, маған өзіңізден басқа ешкімнен сұрамайтындай етіп, ислам жөнінде бір сөз айтыңызшы» деп сұрадым дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Аллаға иман келтірдім деп айт, сосын дінге берік бол» деп өсиет қылды дейді. Енді мұсылман адам дініндегі беріктігіне әсер ететін амалдар бар. Оның ең біріншісі шынайы ықыласты болу. Мұсылман адамның амал құлшылықтарында шынайы ықыласты болуы дінде бекем тұруына және шайтанның азғыруынан аман болуына себепші болатын амалдардың бірі. Құранның Хижр сүресінде 39-40 аяттарында шайтан лағнеттің айтқаны туралы баяндайды. Шайтан лағнет сол аятта келтіргендегідей, әлбетте адам баласына жер жүзіндегі жаман нәрселерді жақсы көрсетіп, олардың барлығын адастырамын деп айтқаны жөнінде баяндалады. Және сол аяттың соңында «Илля ибадека минхумул мухласин» дейді. Яғни, бірақ олардың ішіндегі ықыласты құлдарыңды ғана адастыра алмаймын деп айтқан екен. Мінеки, адам баласы өзінің дінінде, амалдарында шынайы ықылас танытатын болса, Алла Тағала шайтан лағнеттің азғыруынан бізді сақтап қояды екен. Екінші керек болған нәрсе ізгі адамдармен араласу. Мұсылман адамның дінінде тұрақты болу үшін, берік болу үшін ізгі адамдармен араласуы өте маңызды. Себебі адам ізгі адамдармен араласқан сайын, сол ізгі адамдардың ізгі қасиеттері оның бойына дариды. Сол сияқты жаман адамдармен араласатын болса, жаман адамдардың әдеттері, жаман адамдардың жаман сипаттары да оның бойына сіңіп кетуі әбден мүмкін. Алла Тағала Тәубе сүресінде сол үшінде «Я айюхаллазина аману тақуллаха ва куну мағас садиқин» дейді. «Я иман келтіргендер, Алладан қорқыңдар және шыншылдармен бірге болыңдар» деп айтады. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям болса өзінің хадисінде адам өзінің досының дінінде дейді. Сондықтан да кіммен дос болып жүргендеріңе мән беріңдер деп айтады. Үшінші керек болған нәрсе рухани дамып отыру. Пайғамбарымыз хадисін айтады: екі күні бір-біріне ұқсас болған адам алданды дейді. Сол үшін де дін мәселесінде де үнемі ізденіспен даму жолында жүрген мұсылман әрдайым білім алып, сол біліміне амал ететін болса, яғни күнделікті дамып отыратын болса, онда дінінде бекем, ғибадат құлшылығында тұрақты болады. Төртінші, нәпіл құлшылықтарды атқару. Ғалымдарымыз парыз еткен құлшылықтарды қамалға теңейтін болса, нәпіл құлшылықтарды сол қамалдың қоршауына теңеген екен. Себебі қамалдың қоршауы жоқ болса, дұшпанға оңай алынатыны сияқты, парыз амалдар нәпіл амалдармен толықтырылмаған болса, ол адамды, яғни парыз құлшылықтардан тастатып қоюға шайтанның әсері, яғни күші жетіп кетеді екен. Сол себепті әрбір мұсылман адам парыз етілген құлшылықтардан бөлек нәпіл амалдарды да тастамай атқарып жүргені абзал болады. Алла Тағала құдси хадисте айтады: «Пендем маған жақын болу үшін не істесе де, олардың маған ең сүйкімдісі оған парыз еткен амалдарым» дейді. Сонымен қатар пендем маған нәпіл құлшылықтармен жақындайды да, мен оны жақсы көретін боламын деген екен. Бесінші, ол әрине дұға.
мұсылмандар әрбір 5 уақыт намазында Фатиха сүресін оқиды. Сол Фатиха сүресінің ең соңғы аятында тура жолға бекіте көр, одан ауытқыта көрме деген ниетте ихдинас сиротал мустақим деген аят бар. Бізді тура жолға сала көр деген дұға сөзі аяты. Мінекей имам Ғазали орта жолды ұстану, шектен шықпау, күпірлік етпей жүру, қылдан жіңішке, қылыштан өткір жол деп баяндап суреттеген екен. Сол сияқты төзу жолмен жүру ол оңай емес, туралықпен жүрудің қиын болған сияқты әрбір мұсылман сол үшін де күнде 5 уақыт намазында бізді тура жолға бастай көр деп дұға етіп жүруі керек. Алла тағала баршамызды тура жолда тұрақты етіп, құлшылықтарымызға бекем болуды нәсіп етсін. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи роббил алемин.